Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге екі ақша табу жолын көрсететін боламын. Ол екі ақша табу жолымен сіздер ешқандай қиындықсыз ақша таба аласыздар. Сол себепті видеоны міндетті түрде бастан соңына дейін көріңіздер. Сол кезде мен сіздерге барлығын басынан аяқ толығымен түсіндіріп беретін боламын, және де сіздер де барлығын түсінесіздер. Ал енді каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауын басып қоюды да ұмытпаңыздар. Ал енді қараңыздар, бірінші StormGain деп аталады. Бұл приложениеда біз просто әр 4 сағат сайын кіріп бонусымызды жинап отырамыз. Ақша шығаруға болады. Қазір мен сіздерге басынан аяқ түсіндіріп беретін боламын. Міндетті түрде екінші приложениені көріңіздер, ол жерден өте жақсы ақша табуға болады. Қазір кіреміз, қараңыз. Бізде ең бірінші кіргеннен кейін біз регистрация жасаймыз. Регистрация жасау қиын емес, ссылкасы менің телеграм каналымда болады. Сол ссылкамен регистрация жасайсыздар. Одан кейін майнинг деген жерге кіресіз, қараңыз. Әр 4 сағат сайын осылай майнингке жіберіп отырасыздар. Менде дәл қазір $781 бар. Мен оны $10 болғаннан кейін ақшаны шешіп ала аламын. $10 дейін мен шешіп ала алмаймын. Осылай жіберіп отырамыз. И қараңыздар, біз күніне қанша таба аламыз? Күніне 0.39 цент таба аламыз. Бір аптада $2.74 таба аламыз, ал 30 күнде $11.74. Яғни сіз почти бір айда минимальный суммаға жете аласыз. Бұл жерден оқышсаңыздар болады, қалай болғандарын бәрін. Әл 4 сағат сайын сіз просто жұмысыңыз осыны кіріп басып алып отыру. Мен қателеспесем, бастағаныма 2-3 ай болып қалды. Ұмытып кеткен, мен біраз басын істеп жүр, кейін ұмытып кеткен. Маған жақында бір бала жазды, яғни 3-4 күн алдым, қателеспесем жазды. Осындай StormGain деген приложениені ақша шығардым. И айтсаңыз болады, осылай шығардым деп түсіндіріп берді. Мен алдын білетінмін, бірақ өзім тастап кеткем, яғни істемей қойғам. Қазір соны қайта жалғастырып жасап жатырмын ескі аккаунтыммен. Менде $781 бар. Өзім 3-ші күн майнинг етіп жүрмін. Мен яғни $5 бар еді. Менде өзім осылай жинап қойдым. $5 көп, яғни $6 жақын бар еді. Енді $781 жинадым. Енді оны қалай шығарасыздар? Қараңыздар, вывестиде $10 алғаннан кейін торговляға кіріп, оны торговать етуіміз керек екен біз. Сразу шыға салмайды, просто торговать етуіміз керек. Бұл типа биржа ғой. Осы монета түседі, көтеріледі деген сияқты істейсіздер, мысалы кіресіз. Міне в снижение, в рост деп тұр, осылар басып қоясыздар. Мен $10 жеткеннен кейін міндетті түрде осы жайлы екінші видео жасайтын болам, қалай шығаратынымды, немесе қалай шығаруға тырысатынымды, короче. Сол үшін міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Ал енді қараңыздар, екіншісі осы Wallet деген кошелек жайлы. Бұл жерден шынымен жақсы ақша табуға болады. Мен балдарды көрдім, кәдімгідей $10, $15, $20 тапқан балдар бар. Қалай екен қазір көрсем. Открыть Wallet деген басасыздар. Одан кейін сіздер әлі кошелекқа тіркелмегенсіздер, кошелек ашу шығады. Позже деген басып бар, наверное, сізге бірінші ақша толтырыңыз деп тұрады кошелекқа, позже деген басасыз. Одан кейін қараңыздар. Міне летний акция деген бар бұл жерде. Призовой фонд $10,000 деп тұр. Дәл қазір бұл розыгрыштың 3-ші күні өтіп жатыр. Бізге күн сайын $10-дан 100 адам ұтып отырады. Қазір бұл проектмен абуст етуге тырысатын болам. Менде қазір Telegram, почти 5 Telegram'дай бар менде. 5 Telegram аккаунттай бар. Сол 5 Telegram аккаунттың барлығымен істеуге тырысатын болам. Енді бұл акцияға қалай қатыса аламыз біз? Қараңыздар, бұл акцияға қатысу үшін бізге билет жинау керек. Күніне 100 билет жинай аламыз. 7 күнде 700 билет жинай аламыз максимум. Менде қазір 3-ші күні болғандықтан 300 дана билет жинай аламын, максимум 300 билет жинай аламын. 300 билетті мен қалай жинаймын? Бізде бұл жерде оны жинаудың жолдары көп. Мысалы, біріншісі просто осыған тіркелу. Қазір тіркелеміз десеңіз. Все, яғни бот деген басамыз. Акцент бот. Wallet қайтып ашамыз. Акцияға қатысамыз. Бізде 3 билет бар көргендеріңізде. Ал енді екіншісі тағы бір оңай жол бар. Өзіңіздің контактыңызға тон жіберу. Біздің кошелек пустой. Қанша тон жіберуге болады? Минимальный тон жіберуге болады. 0,001 тон жіберуге болады. Оны қалай істеуге болады сіздерге? Қараңыздар. Ең бірінші сіздер былай жасайсыздар. Мен өзімнің тон кошелегімді жазып қоямын. И сіздер яғни осы видео шығады ғой, осы жерде пост болады, видео жайлы Телеграмға пост шығады. Сол посттың комментариясына сіздер өздеріңіздің тон кошелектарыңыз тастап кетесіздер. И сіздердің тон кошелектарыңызға мен тон лақтырам. И сіздер сол тонды обратно менің кошелегіме лақтырасыздар. Сол кезде мен 3 билет алам, әр адамға лақтырғаным үшін 3 билеттен алам. Ал сіздер маған обратно оны лақтырғандарың үшін тағы 3 билеттен сіздер аласыздар. Барлығымыз билет аламыз былай шыққан кезде. Сәл қазір түсіну қиындау болып тұрған шығар, бірақ түсініп алуға болады. Солай жасап көруге тырысатын боламын. Мен қазір өзімнің аккаунттарым арасында жасаймын. Ал енді қараңыздар, мен өзімнің оригинал кошелегіме келдім.
Бұл жерде де тоже дәл сол акцияны ашамыз. Мен де дәл қазір бұл жерге 2 тонн толтырдым. 2 тонн қай жерден толтырдың? 2 тонн Киперден толтырдым. Бірақ сіздерге толтырудың қажеті жоқ. Жаңа айтқандай, сіздер кәдімгідей мен айландырған, жіберген ақшаны өзін айландырып жіберуге болады. Или болмайды. По-любому толтыру керек сияқты. Кішкене қазір өздеріңіз де көресіздер. Қазір жасап көруге тырысатын боламын. Ең бірінші жаңағыдай группаға тіркеліп 3 тонн аламыз. Енді аккаунттарға жібереміз. Қараңыздар, енді мен өзімнің ескі аккаунтыма кіремін. И осы жерден адресімді аламын. Кошелекқа кіреміз. Пополниттен басамыз. И енді тон басамыз. Адресімізді аламыз. И барып алдыңғы кошелегімнен толтырамын. Мені қараңыздар, енді просто вывестиден басамыз. Тон басамыз. Мына минимальный сумма бізде 0,001 осы тонн жібереміз. Да, кетті. Көргендеріңіздей тонн кетті. Ол 0,79 КЗТ екен, өте аз ақша. 2 минут ішінде келіп түсу керек. Яғни мен тағы да 3 билет алуым керек. Дәл осылай мен сіздерге комментарияға жазған кошелектардың барлығына толтырып шығамын. Сосын өзім кошелегім қоямын. Соны сіз обратно маған жіберсеңіздер болады. Сол кезде, былайша айтқан кезде, сізде бізде 3 билеттен аламыз. Мені қараңыздар, енді маған екінші аккаунтыма 0,01 тонн келді. Мен 3 билет алдым. Маған жіберген үшін мен 3 билет алдым. Көргендеріңізде менде 6 билет болды. Ал енді оригинал аккаунтыма барамыз. Бұяқ тоже 3 билет алу керек. Жоқ, берді. Даже чатына кірсеңіздер болады. Көргендеріңізде мені жіберем деп жатыр. Осы чатқа да кіріп жинап алсаңыздар болады. Осы чатта тоже осы акцияға қатысып жатқан адамдар бар. Яғни сіздерге жіберіп жатыр. Міне тон swap деп жазып қойған. Просто валет өзімнің аккаунтыма кіремін. Менде тоже 3 билет болды. Менде көргендеріңізде екі кошелегімде да 6 билеттен болды. Дәл осылай барлық адамға жіберіп шығуға тырысатын боламын. Міндетті түрде жазыңыздар комментарияға.